Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын, жұп-жұмсақ ауызда еритін дамский пальчикті үйрететін боламын. Егер де менің каналым ұнап жатса, тіркеліп қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Егер де видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, шым-шым тұзымызды, сары майымызды салып, сары майды ертіп аламыз. Сары май толықтай еру қажет. Сары майымыз еріп болды, енді қайнап шыққанын күтеміз. Суымыз осылай қайнап шығады, содан соң бір қасықтан ұнымызды салып, жақсылап араластырып отырамыз. Тез-тез араластыру қажет, әйтпесе ұнымыз түйіршік болып қалуы мүмкін. Осылайынан араластырып қою болғанын күтеміз. Міне қамырымыз осылай қою болып шығады. Тез-тез араластырып тұруымыз қажет. Енді ұнымыздың қалғанын салып, тағы да араластырамыз. Қамырымызды дайындап алдық, енді суытуға қойып қоямыз. Толықтай суыған қамырымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Қамырымыз толықтай суы қажет, әйтпесе жұмыртқамыз пісіп қалады. Осылай алдымен қасықпен араластырып аламыз, сосын миксермен жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер болмау қажет. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді кондитерский мешокқа салатын боламыз. Бүкілін салып аламыз. Содан соң пергамент қағазы төселген листімізге осылайынан салып шығамыз. Бірінші листімізге салып алдық, енді екінші листімізге саламыз. Мінекей бәрін дайындап алдық. Енді қызып тұрған пешімізде 200 градуста пісіріп аламыз. Золотистый түске кіргенше. Оған дейін креміміз жасаймыз. Осылай сметанамызды миксерлеп аламыз. Егер де миксер болмаса, венчикпен араластыруға болады. Енді сахарная пудрамызды саламыз. Салып алдық, енді осылай араластырып аламыз. Егер де бірдестен миксерлесеңіздер, жан-жанына сахарная пудра шашылып кетеді. Осылай миксерлеп, содан соң холодильникке қойып қоямыз, пальчиктеріміз суығанша. Міне пальчиктеріміз бәрі суып алды. Осылайынан кремге батырып, тәрелкелерге қойып шығамыз. Міндетті түрде дамский пальчиктеріміз суыған болу керек, әйтпесе кремімізді ертіп жібереді. Осылайынан бәрін қойып шығамыз тәрелкеге.
осылай бәрін қойып шықтық. Енді бетіне шоколадты күштен өткізіп шығамыз. Қаласаңыздар, оформлениясын өздеріңіз басқалай жасауға болады. Фруктымен жасасаңыздар болады, немесе орехпен жасасаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Мінекей менің алтын оқырмандарым, дамский пальчиктеріміз дайын. Осындай әдемі розочка болып шықты. Өте сондай үлпілдек, жұп-жұмсақ, ауызда еріп кетеді. Қонақ келгенде тез-ақ дайындалады, дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды.